балапандар, аналар. Сіздермен бүгін осындай бір тамаша кеште жолығып отырғанымыз үшін әрине қуаныштымыз. Біздің мақсатымыз сол, өздеріңізбен жүздесіп, әңгімелесіп, бір серпілтіп, бір ән айтып, жыр оқып, мына елдің рухын көтеріп кетейік деп келдік. Сіздер жасай беріңіздер, ауылда жақсы көз дейді ғой қазақ. Жақсы көз мына өздеріңізсіздер, осында отырған ұстаздар, мектеп басшылығы, мінекей бәрі ағартушылар, осы елдің, халықтың жалпы көзін ашуға, осы балапандарымыздың, осы артымыздан өсіп келе жатқан ұрпағымыздың ертең бір елдің басын ұстайтын мықты азаматтар болуына үлкен күш салып жатырсыздар. Сіздер ақсақалдар, аталарымыз, сіздердің осы отырған достарыңыздың өзі бір елдің ішінде осы балаларымызға бір үлкен қамқорлық. Сіздердің аман есен осылай отыра беріңіздер әрдайым. Енді мен сіздерге осы елге келдім, негізі жаңа айтып жатыр ғой, Қарақамыс ауылы деп жатыр. Сіздерге де келдім, жалпы өзім Жетісудың қызымын. Көкшетауға келдім дейсіз. Иә, Көкшетауға келдім жалпы. Енді осы мақсат, осы Сәрсенбай бауырымыз осындай ұсыныс айтып, осы елмен жаңағы рухани байланысты кешегі сал-серілердің мектебін, дәстүрін үзбеу мақсатында бір ел аралайық, елмен жүздесейік деген кезде мен қуана қабылдап, мінекей осындай бір бар жұмысымызды да тастап дейді ғой, міне арасында да қызмет арасында осындай өздеріңізге көңіл бөлуге, сіздермен жүздесуге келіп қалдық. Енді ақын болған соң, ақын дегенде жүректі жарып шығатын бір өлеңдер болады, адамның бір сондай бір осы Көкшетауға келген мақсатым, келген кезімде бір ең алғашқы келген бір өлеңімді оқып берейін, сіздерге танысу мақсаты болсын, бір жағы сіздермен сәлемдесу болсын. Алматының апорты деген бір қызық бір өлеңді оқып берейін. Енді Алматының қызы, Жетісудың қызы деп жатырсыздар ғой. Базар маңы баяу еді жүрісім, жұрт әйтеуір бітіріп жүр жұмысын. Қайдан келді, қайдан сездім япырмай Алматының апортының иісін. Апорт дедім, қуанып сол алманың иісі ғой бұланы. Қызыл шырайды дей екен сатушы, бір келсін өлшеп берді құбалып, таңдап апорттардың ірісін, иіскеп ашылған айтынысым, базар толы қырғыз бенен Қытайдың алмасына қараған күн, құрысын, алма бар ма, апортыма жететін, күндер қайда, жеміс жеумен өтетін, Алматым-ай, алмасымен аяулы, сағындым ғой алмалардың бекетін, көкше жаққа келдіңдер бе домалап, көзің тояр алмаларға қарабақ, Жетісудың сәлем дәмін әкеліп тұрсыңдар ма, моп-момақан болағам, қоқыс иісі мүңкіп тұрған базардың, сәні болған, мәні болған ажарлым, қадірлесем қасиетін алманың, отанымның өнімі деп жазармын, бал шырыны таңдайма тамғасын, сағынасың балалығың қалғасын, суық шаққа келдіңдер-ау үлбіреп, мен тоңайын, алмаларым тоңбасын. О алмалар, толар мекен уысым, жүрегімнің тоңызғары жібісін, аялайын, алақанға салып ап, Алматымнан әкелдіңдер дейсін. Көкшетаудан келіп елге қызмет көрсетіп жатқандарыңа рахмет. Қантай елін ұмытпағандарыңа рахмет. Дендеріңіз сау болсын. Өнерде алда болыңыздар. Денсаулықтарың сау болып, осы семьяда бақытты болып. Тек қана сахананың жоғарғы жағында алтын домбыраны егеруге